түсіндім. Вот, ұшын ғана тығамын деп жатыр. Неге олай айтып жатыр ол? Кіргізіп алсам бітті ғой, болды ғой. Не істей аласың? Баяғыда бір музыкант жігіт пен музыкант қыз екеуі дом культурада жұмыс істейді дейді. Сөйтсе жігіт тұрып қызға айтады дейді: қарындас, менің әншім сіздің сахнаңызға кіріп ән айтса бола ма деп. Сөйтсе қыз сразу намек түсініп қойып айтады дейді: болады деп. 1 минуттан кейін шығып келеді дейді. Қыз айтады дейді: кешіріңіз, сіздің әншіңіз қызық екен, бір куплетпен бір қайырым айтты да шығып кетті ғой деп айтады дейді. Сөйтсе жігіт айтады дейді: кешіріңіз қарындас, менің әншім андағыдай дәу сахнада бірінші рет айтып тұр деп айтады дейді. Бір күні көшеде презерватив жатыр дейді. Азербайжандар матаға дейтін көрінеді жаңағы презервативтер. Өзбектер шатақа дейтін көрінеді. Сөйтіп бір қазақ өтіп баратса, екеуі дауласып жатыр дейді. Это матаха деп. Какой там матаха, это шатаха деп. Қазақ өтіп жатып, мына әкең осы сендер не істеп жатыр деп қасына барып, не болды сендерге десе, скажи, қазақ, это матаха или шатаха деп айтады дейді. Сол кезінде қазақ барып түртіп таяқпен: ой, әкең осы сендер, какой это матаха шатаха, это покрышка қотақа деп айтады. Ну-ка. Ты кто? Я Шаулин. Там нам на Рим Ага. Что такое? А зачем вам 100-й крузак и 200-й крузак? Как говорится, 100-й крузак анга, а 200-й крузак анга. Можно одну шаурму двойной и 2 шаурмы одной? Короче, келді, бірдеме ала іштік көтінді. Ашып қалса, оқ, бля, 10.000 теңге деп жауыз өттім. Кеттім, шешейкісіген кітап екен ғой. Ой, бля, настроен бәрін мұстым. Любой. Ақ гүлдер қасында, көк гүлдер қасында, сүйгізім басқаға айлы тон астында. Ақ гүлдер қасында, көк гүлдер қасында, сүйгізім басқаға. Бөлілер келер, бөлілер кетер, сонда да махаббат келер, сонда да 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 махаббатым, сонда да келер. Қарамашы маған, жыным бет саған, давай. Давай. Әмжіп досының сыйлығы. Синаға жол жоқ дегендей. Брат, вот я заблудился. Вот как поехать в Тоболин? Сейчас вот так пойдешь. Потом вот так пойдешь. Потом вот так пойдешь. Потом вот так пойдешь. Потом резкий пойдешь. Потом умрет, потом трасса. Умрет деген не ол? Мазар. Потом... Келші. Аяз ата ғой айт. Келші де. Маған ойыншық. Берші. Береді айт. Аяз ата. Келші де. Маған ойыншық. Береді айт. Маған ойыншық. Жоқ емес, барады ойыншық. Маған ойыншық берші де. Береді саған, айтшы Димаш. Айтшы мен балам. Маған ойыншық берші де. Сезімді шестіген, сезіне алмадым. Жүректі шестіген, өртедіп жанбадым. Көңілім сенбесе, кетін ақ қойын десе, адасқан арманым. Сезімді қайда, сезіне алмадым. Жүректі шестіген, өртедіп жанбадым. Көңілім сенбесе, кетін ақ қойын десе, адасқан арманым. Кім бар ау? Ешкім жоқ. WhatsApp-тың есігін кілттеп кетіңдер, кілтті дорожканың астына тастап кетіңдер есік алдындағы. А то бәрің аңғарайып тастап кетсіңдер ғой WhatsApp-тың есігін.
жатасың ғой, сен Енді нөмірін сен- берсең, хабарласаң, танысайық. Енді сен жасайсың ба? Жасасаң мен келем. Жасамастан бостан босқа бармайын деген ғой. Сен жасайын десең келем. Бармайын дегенде сен кажется, сен ақша бересің ба, сен айтасың. Жоқ, мен бесплатно берем. Онда беретін болса, сен енді маған номерін бер, ары қарай өзіміз көреміз ғой. Жоқ, енді сен- Номерін бер, ары қарай общение. Жоқ, енді Равшан, сен тыңдашы, сен жасасаң, мен сразу номерімді қазір осы жерге жазып жіберем. Тап қазір айтам. Я или жоқ? Давай. Болды, давай, жасайым, kesесің. Жасайсың ба? Қалай жасайсың? Давай, жасайым. Қалай Kesесің. Қалай жасайсың? Енді көресің ғой, сен сол жағын. Сен қазір Номерінді берсейсің Сен маған. қазір көрсетші. Сен қазір көрсетші, мен сразу берем. Давай жаз. 8775, 572. Сосын қалай жасайтынды айт, мен дальше қалған 4 номерді айтам. Қалай жасайсың? Жасайсың ғой, берсейсің, көресің ғой, сол қайда. Берсейсің енді, мен ойнап. Сен құрсын мені шошып жібересің ғой. Кайфтың бәрін ұмытып қаламын сен. Алло, сары мышығым ау, Бану қайдасың сен? Сігем ма сені? Көп сөйлеудің орнына көп күлгенді ұнатасыз ба? Көп сөйлемеймін, я. Бірақ көп күлесіз. Көп күлгенде күлетін кездерде. Да? Ол қандай кездер мысалы? Күлмеймін. Точно күлмейсіз ғой енді алдағы уақытта. Күлмеймін дедім. Күлмеймін болды. Жаңа не болғысы берім. Шай ішінде бір кешіп баратыр. Yalan kısım. Sen Бесят такие девочки, которые говорят: я страшная, я некрасивая. Я вам скажу, как мой папа всегда говорит: если есть пизда и рот, значит баба не урод. Мен бармаймын ба? Сонда сен кетіп қаласың, мен несіне қалам ба не? Мен де барғым келеді ғой, қалғым келмейтін енді, келмейді, барамын. Неге бәрі барады да, мен қалуым керек, бәрі қыдырады, неге отырым керек па не? Мен не маникюрге бармайын ба, педикюрге бармайын ба, вообще диетическқа бармайын ба, бәрі барады, мен бармаймын. Аселя? Ну мы что знакомились в 1869. 1869. Не можешь вспомнить, да? Алло. Тебе неудобно говорить? Ну, я просто звоню узнать, что ты делаешь. Я в Амстердаме сижу. Подружки приехали с Оренбурга. Думала тебе позвонить. Что-то вы меня с кем-то путаете. Да нет. Алло, Марат, что? Ну, как я могла ошибиться? Такой пухленький, сладкий. Ya kız zaman dedi o ya büyürse. Büyürse hep bu şişin.
Апа, мамама айтшы, айран құйып берсін деп зайбол. Бұл қатын басқа қатын ашпа бұл зайбол. Кімде қамшы бар? Чу, шаппаймыз ба? Қош. Анаңыз алтылықсынмен арқасынан осатын екен, не оттап тұрсың, сүген аузыңа келгенді деп. Кәдімгі қос жауырын ортасына бір екі рет ыссаң анаң сүген ысылап кәм алдарына қарамай қашады ғой. Бүктетіліп та. Алло. Ай, кім жігітім? Ау. Ай, неғып атсың? Жұмыс істеп жатырмын. Ай, мына кім хозяиннан звондаған жоқсың ба? Алмайтырмын сен, баларға соғып алмайсың. Сен звондама, оған өзің апарып берерсің нағашыңа. Өзің нетесің ғой. Сен кешкісін дейтін бір-екі шөлмек арағынды, закускыңды. Закуска жақсы, мен балық пісіріп қоярым. Балық жейсің ба? Жейміз ғой. Иә. Сосын қасыңа ешкім әкелме, мен дейтін жалғызбын неде. Мен аты. Жақсы. Иә. Бір екі жігітке болады, бірақ мен сонда да қорқам енді. Сен өзің қалай дене бітінің здоровыйсың ба? Ау. Былай, здоровыйсың ба? Иә, здоровыймын. Жоқ, мені Асил титалясың ба дегенім ғой, просто мен жаңағыдай кішкене енді білесің ғой, жүріп қалған қатынбыз. Иә. Мен өзім бәрін саған жасайым. Сен саған ұнайтын нәрсен бәрін жасаймын ғой, енді бір түндік өзіңе ұнаса, сен өзің келіп тұрасың ғой маған жайлап. Хорошо. Иә. Енді мен айтқанын бәрін жасайсың ғой енді сен. Иә. Мен өзім жақсы көретін нәрселерім постельде маған жалаған жақсы көрем өзім тіпті. Иә. Сол. Не жасап атсың үйде? Ремонт қой. Молодец. Маған біздің үйде бір коридорға бір дизайн керек еді. Дизайн ба? Иә, ақшасына. Жасай аласың ба сен? Ау. Натюжнойға сөйлескен бір балдараға, о мен қымбат сұрап тұр, 60 мың дейді. Оны көру керек қой. Келіп қарайсың ғой сен өзің, мен саған көрсетерім үйімді. Өзім тұрам, бәрі қызым тұрмысқа шығып кетті. Иә. Жалғыз отырасыз ба? Жалғыз өзім тұрам, келіп тұруыңа болады. Былай енді мен өзім былай симпатичныймын, енді мен өзім 70-ші жылғымын, бірақ бұрын 72-лермен оқыдым. Енді нетем десең, маған ұнайтын нәрселер жасайым десең, мен сені қалаймын ғой. Иә, былай әкеңді білем ғой енді, қандай жігіт болған кезінде жүрді. Тек айтып жүрме үйдегілерің ешкімге. Ондай жоқ қой. Иә, былай енді кішкентай бала емеспіз, иә, өзің түсініп тұрсың ғой, үлкен түйеде жігіт боларсың, 35-ке келген боларсың енді. 32-дем. 32-десің ба, иә. Енді былай енді жатып, жалап, нет көрген боларсың. Татыр көмек. Иә. Жақсы, кештеу қалғасамын телефон. Осы телефонға аласың ба? Былай енді жатып, оптың бар ғой, жалап, сондай істеп көрдің ғой да, мен просто жаңа кайып ұстаған жақсы көрем өзім тіпті. Иә. Көрдің ғой да? Көрдім ғой. Иә. Той демекші, мысалы, тойда талай қызық болады ғой. Негізі тойдан кейін де қызықтар болады екен ғой. Жаңағы той бітіп, күйеу баласы, жаңағы қызы, енесімен бәрі шай ішіп отырған ғой. Сөйтсе күйеу баласы сағыз жаман шайнайды дейді, шабылдатып. Енесіне ұнамай отырған ғой, анау сабылдатып жаман шайнайды дейді. Сосын енесі айтқан күйеу баласына, яғни күйеу балам сағыз неменеге шайнап отырсыз, кішкене жайлап шайнасайшы, ұят емес пе деп. Сөйтсе күйеу баласы айтады дейді, ой жаңа темекі тартқам, соны иісі кетсін деп шайнап отыр едім ғой деп. А сен темекі тартасың ба не десе, жоқ көп тартпаймын, тек ішкенде тартамын деген ғой. А сен еще ішесің ба десе, я бұрын ішпейтін едім, мына құмар ойынға салынғасын ішіп кеттім деп. Құмар ойынды қою үшін ішіп жүргенім ғой. А сен еще құмар ойын ойнадың ба десе, иә сол құмар ойынды түрмеде отқанда үйренгенмін ғой деп. Мен сен еще түрмеде оттың ба, не үшін оттың десе, бірінші енемді өлтіріп те оттым деп айтады. Бір күні бір қыз бен жігіт жүріпті дейді. Сонген екеуі қыз үйленейік деп жігітке бой бермей қойыпты. Жігіт айтты, қыз болсаң аламын деп, содан екеуі төсекке жатып тексерсек қыз болмай шығыпты дейді. Содан қызды алып
жігіт төркініне қуып жіберіпті. Соның таңертесінде жігіттің үйіне енесі кеп тұр дейді. Ашуланған, ашуға булығып, енесі кіре айғайлапты күйеу баласына. Сәлем бердік иттің ғана баласына, десе күйеу баласы іркілместен. Сәлем бердік тесік көттің анасына депті. Сөйтсе енесі зал болып, киіз үйдің түндігі түбінде болар, қыздың қыздығы түбінде болар депті. Десе күйеу баласы айтады дейді. Оның бәрі далбаса, тексерді біздің қалбаса. Алдынан да көрдім, артынан да көрдім, қызыңның қыздығы кеңірдегінде болмаса деп жауап берді. Бір келіншек неден ауылда остановкада тұрған ғой, такси күтіп, автобус күтіп тұрған ғой. Сөйтсе бір КамАЗ келіп тоқтапты дәу КамАЗ. Қайнағасы екен сөйтсе. Сөйтсе ана келіншек міне саған ғой, базарға баратқан ғой. Базарға баратқан ғой сөйтіп. КамАЗ енді ана қотыр жолдардан қатты секіп жүрген ғой. Сөйтсе ана келіншек жайлап осырып қойған ғой. Сөйтсе ұялғаннан ана келіншек арамызда қалсын дей берген ғой қайта. Сөйтсе қайнағасы айтады дейді. Арамызда қалмай ақ қойсын, терезені аш, далаға шығып кетсін деп айтты. Поштаға кепті. Қолында хат бар дейді. Мынаны Аяз атаға салып жіберіңдерші деп. Сөйтіп ана кеткеннен кейін ана жерде поштаның адамдары бұл не жазды екен оқиық деп ашса, менің әкем арақ ішеді, шешем науқас, үй суық. Қолыңыздан келсе Аяз ата сіз бар екеніне мен сенем. Маған жылы куртка, шалбар, аяқ киім, бір шапка салып жіберсеңіз жылы шапка деп. Ана жұмысшылар көріп, жылағылары келіп, ой, мына бала жазып ғой деп, өзіміз кішкене ақша жинап сатып әперейік депті да. Ақша жинап, бәрін алыпты да, шапкаға ақша жетпей қалыпты. Мейлі бар мен базар деп посылкаға салып, балаға салып жіберді да. Сөйтіп ертесінде бала тағы да келіп тұр дейді, мынау хатты Аяз атаға салып жіберіңіздерші деп. Кеткеннен кейін бұл не жазды екен көрейікші деп. Сөйтіп ашса, Аяз ата, мен сіздің бар екеніңізге сенгенмін, рахмет, жылы киімдеріңізді алдым, енді мен жаурамайым, бірақ ана поштаның пидараздары сіз салған шапканы алып қапты дейді. Өмірден озатым болыпты, өмірден көз жеткесін күйеуін шақырып алайсыз. Жөке сенен соңғы өтінішім, мен өлгесін топырағым кеппей үйленбе депті ғой. Бір ауыз сөзің депті күйеу. Шілденің күні болса керек, ер азаматта жетісі өткеннен кейін түнде фонарик алып мазарға барып той, топырақ кепті ме, кеппеді ме көрейін деп. Барса топырағыңа лайы шығып жатыр дейді апа. Ешкім байтамайды, өзі ғана біледі, үйге келіп жатады ғой. Араға 20 күн тастап барады, барса тур, сондай положениеде топырақтың лайы шығып жатыр дейді. Ешкім байтамайды, өзі ғана біледі, үйге келіп жатады. Не болса да 40 өткесін барайын деп барса, қараңғыда фонарик жақпаса, біреу мазардың үстіне шелекпен су шашып тұр дейді. Фонарик жақпаса туған қайнысы дейді әйелінің несі. Сасып қапты да сен неғып жүрсің болған ғой құда. Жезде Зайд маған әпшең дайындап кетіп еді, өлкесін топырағым кеппей үйленбе деп. Сол топырақ кепті ма, кеппеді ма білейін деп келдім. Ал енді сен неғып жүрсің деп туған қайнысына су шашып жүрген. Сөйтсе қайнысы айтады дейді, маған әпшем дайындап кетіп еді, жезден өлгенше су шашып тұр, кеуіп кетпесін. Қызғаныш деген қамайды екен. Жан жүрегім менің, тәп-тәтті ботаққаным менің, жүректің майы, сиықпайын ба, тістеп, жеп, сүйіп, ойын бойы, жүрегім о менің. Мынандай анаң тісі кейін сауатсыздардан сақтасын Құдай. Анаң тісі кейін. Не айтып тұрған өзі өлмейді, япты баймайды. Фариза нағыл жуыт, мисане қотағын кесіп алым деп әңгіме етіп тұрмын ба не? Не қуытсың? Лақпа шеш, керейді сен байын қотаға маған. WhatsAppқа перегармен кіруге болмайды. Бір күні деген бір алдар көсе болыпты оны. Алдар көсе, короче, бәрін алдап, ана істейтіннің бәрін істеп алатын көрінетіні. Сосын бір далада жылқысына мініп келетсе, киіз үй тер дейді далада.
жақындап барса бір әйел адам жүр дейді ошақтың басында. Ассалаумағалейкум деп амандасып жақындасаң ана әйел жалт бұрылып алдар көсені таңып қойып кет құры сен жолама деп апа не су беріңізші қара су ішемін де кетем қақсы өліп келе жатырмын деп сосын айтады дейді жоқ құры саған су сен бірінші су сұрайсың сосын нан сұрайсың тағы бірдеңе сұрайсың шаруаңды бітірмей кетпейсің сен жолама аулақ жүр дейді ол жоқ қара суыңызды ішемін де кетемін деп алдар көсе алдап сулап каким-то образом кіреді сосын суын ішеді нанын жейді әнін айтады нетін ағып тастайды деген сияқты сосын шысқа шығып тамақ тоқ алдар көсе керіліп тұрып киіз үйдің алдында ағам қайда деп айтады дейді ана қырқаның ар жағында біреу қойы бар алдында мал бағып жүр дейді қой бағып жүр деп ол кісіні қалай танимын десе айтады дейді бір көз жоқ шал солай деп сығалаттап басады қырқаның ар жағына барып қарайды бір шал жүреді дейді сосын соқыр шалға өзінше подход жасап каким-то образом алдау керек қой бараттан жақындаған кезде өзінің бір жақ көзін қысып алдар көсе жақындап барып амандасып қал жағдай сұрасып алаға бастайды дейді өтірігін бастап алаға мен деген бір алыс жолдан келе жатыр едім есімім осындай деп құлақтан түйе жібереді дейді ал енді бір емшіге барып едім көзімді аша алмай жүрмін өзімнен өзім бір түнде жабылып та қалды көзім енді сол көзімді ашуға бір емшіге барып едім емші айтты маған бір жер осындай жерде бір соқыр бар сол соқырға барып істейтіндерін істесеңдер менің айтқанымды көздерің ашылады екеуіңнің де деп айтты дейді кет құрғыр деп ана шал нанбайды асан қайғың жоқ па не айтып отырсың деп боқтап жатсың сосын алдар айтады дейді аға сіздің көзіңіз ашылмаса ашылмай ақ қойсын менің көзімді ашып беріңізші деп айтады дейді айда алдына тоңқайып соқыр тіксе көз ашылады деп айтты маған менің көзімді ашып беріңізші деп айтады дейді тоңқая салған сосын ана шал қасқан бірден басқа ештеңе көрмеген тоңқайып тұрған алдарға палекетін алып жайлап жақындатып жатқанда алдар тек ұшын тиген кезде атып тұрып айтады дейді аға ашылды рахмет сізге ашылды деп көзін уқалап қызартып қойып аға ашылды көптен көп рахмет деп бар алғысын білдіріп шалға рахметін айтып кетіп бара жатса шал айтады дейді қанша дейді ініме келшеші менің де көзімді ашып қарайық та деп айтады дейді сосын келіп барып алдар анасы патарлатып істейтін істеп жатады ғой ұшы көреді жайлап нетін ағып до конца кіргізіп айда барыс қорсына салып істеп жатады аға ашылды ма деп айтады дейді жоқ деп айтады айдап жатыр дейді бір жарты сағат өткеннен кейін тағы аға ашылды ма десе суыр анаң тісі кейін екінші көзін бұлдырап бара жатыр деп айтады дейді сандуғаш оттама мен сені қосқан жоқпын күләмза қосқан сені мен админ қылмаймын группаны ашқан күләмза емес па тек аузыңа келгенде отарақтамай отыр білдің ба шатысқың келіп отырсың ба мен сені қосқан да жоқ админ қылған жоқпын мен сені шығарып жүрген жерінен бәтима мен қостым админ болып тұрғасын админнің керегі не мені шығарып тынды сол админнен неге оттап отырсың біресе анаған тиісіп біресе мынаған тиісіп басымды қатырмай отыр үніспей менімен вообще сөйлеспе атымды атама блядь мен неге тиісе бересіңдер сандуғаш ёб твою мать закрой рот блядь өлтірем отстань от меня бәтима деп немене соншама бәтима не істеп қойдым мен саған не жазығым бар мен сені бәтима деп беретін жақсылығым ба жасаған аузыңды жаппасаң қазір көтіңді ашам блядь рауан мынауын зәттің аттай сандуғаш бәтима кім шолпан берекетті алдыңдар ғой таң аттай сандуғаш шыға жіберіңдерші құрсын группадан басты қатырып болдыңдар ғой совсем күнде осы еститініміз бір жігіт в общем ұлдығын алып бір қызды періп жатады ғой сігіп жатады еще қатып алған шөпке тойып алған примерно тараздың жігіті чутыкі өзі ойға кетіп қалып зігіп енді кончать етіп ақ қалған кезде бәрілерің енді сабақ оқыдыңдар ғой биология зоология дейтін де болушы еді ғой бір
сперманың ішінде сперматозоид дейтін молекулалар болады, сол маткаға біреу жетеді де бала болып дамып шығады дейтін. Сондайлар жарыса кетеді ғой, ең үлкен. Енді әр жақта әртүрлі дейді. Біз жақта үлкен дейді, біреулер жоян дейді, біреулер дәу дейді. Ең үлкен алдыға шығып алады да, қалғандар артта қалқалады ғой. Екеуі бүйтіп маткаға жарысып тең келе жатыр да. Екеуі тұрады да байланысқа атты. Біреу айтады ғой, долбоеб, отстань от меня. Сперва дойду я до матки и стану офицером десе, екінші тұрып айтады дейді. Нихуя себе, дойду я и стану генералом деп. Екеуі сөйтіп базар теткешті жанына кіп-кіттей бір сперматозоид фух-тып абгон жасып өте шығады. Екеуі данунах наугым десе бір какой-то бір секундтан разбрат жасап встречный пер келе жатыр дейді. Встречный пер 1-2 метрға тоқтай қап. Господа офицеры, нас кинули, мы в гондоне деп айтады. Бай күйеу деп не күйеудің көтіне кіре беру керек па? Сыққым де олай деп. Не күйеудің көтіне кіреді, не қатын емес пе ондай? Көтіне кіріп, оның шешесінің көтіне кіреді, оның әкесінің көтіне кіреді екенмін. Жақсы, біз мені сыйласа, ата-анасын да сыйлайсың ғой. Нахуй керек, құрсыншы. Сыққым де олайдым. Бір бай сұрайын деп әлия қалдым ғой, құрсы, ләззат маған керек емес. Именно сен таныстырмай қош. Аллаға шүкір, бар. Жоқ емес, бар. Бар менде, бар. Дохуя жетеді менде, жетеді. Алдарында, арттанда айтайтын, ауыздан да беретін еркектерді бар. Шүкірмін. Бір бандит үйіне кіріп келген кезде қатынның сігіп жатыр дейді біреу. Тұрғанда желкесін ұстаулағанда далаға алып шыққанда водителіне айтқан ғой. Наны орманға апарда дәл солай сігіп ал деген ғой. Орманға алып баратса водитель анау жалынады дейді. Братан, істемей ақ қойшы, мені өтініш. Пожалуйста, орманға барып тасырайық, сосын қайтайық, сіктім деп айта салшы, братан, сікпей ақ қойшы, ұят қой, тесік болғым келмейді деген ғой. Сөйтіп жатса тағы сондай дейді ана водителіне. Кел тағы, мына тағы біреуін ұстап алдым, алып кет мынанда деген ғой. Барса екіншісін тиіп атып айтады дейді бандит водительге. Мынаны апарды, яптамайды, атса орманға апарып деген ғой. Екеуін тиіп алған, орманға кетқан, үн шықпай қалған екеуінде. Орманға жақындап кетқан кезде мана біріншісі арқасын түртіп айтады дейді водительге. Братан, не ғой, шатасып кетпе, мені ғой сігетін деп айтады дейді. Қалай кемпір жаңағы неге кетіп жатыр? Қалаға келатады кемпір. Содан қалаға келатады, көлік тоқтатады, жолда бір портовый машина кездеседі. Содан соны тоқтатып мінеді кемпір. Жаңағы шопыр қасында орын болмағасын, жаңағы портқа мінгізеді. Бортта жүн менен жұмыртқа тиеген машина екен дейді. Содан қалаға сонымен арып ашып жетеді. Шалына келіп шай ішіп отырса шал айтады. Кемпір ау қалай жеттің қалаға деп. Сонда шопыр бала да айдайды екен. Машина серкілдеген кезде, я жүннен ұстарымды, я жұмыртқадан ұстарымды білмеймін. Жігіттерің айта берің, сотқа едегім астында тұр, дірілдесе сезем. Дұрыс айтасың, мына азамат жігіт дұрыс айтты. Ой, сүтің түсігейін, көтің қысып отырса қатындар, тамаққа тойып, байының тапқандарының бәріне құтырған анаң түсігейіндер. Байдың бәрін көтіне тығып алып, білет. Ал айта беріңіз. Құрғыт ағайында кешегі Шварцудың молдасы деп ішіп жүрген видеоны мен түсірген едім. Ол Шварцудың молдасы емес екен, ояқтың адамды емес екен. Соны білместікпен түсіріппіз, сол үшін барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Кешіріңіздер ағайындар, енді осы видеоны баршаңыз таратыңыздар енді. Ол ешқандай да Шұбарсудың адамы емес, Шұбарсудың молдасы да емес екен. Кешірім сұрап жатыр мына видеоны түсірген жігіт бауырымыз. Алла кешірсін баршамызды. Жаңа пиво мұздайлық қылады ғой деймін. Мына офицерский киімді шешіп қойып ішсеңізші. Бұл не? Мына киіммен ұятты просто біреу көрсе. Пиво мұздайлық қылады бұл. Ішпеңіз екінші. Ау. Жаңа мұздайлық қылады ғой деймін. Мына офицерский киімді шешіп қойсаңыз. Мен сияқты соғыста болған жоқ. Иә. Соғыста болып кет соғын айтасың. Айттым пиваны болды. Бар әкел болды. Болды әкелем бір шеше. Нақыл маған нужен. Пиваң сегодня көтеге тықпын нақыл маған. Болды. Нақыл маған. Тазасынан әкел дедім ғой, бір стақан. Шварцудың молдасы. Той баған. Той баған, Шварцудың молдасы герт.
Al Ayçıbayın. Ayçıbayın. Ver qarasa. Ақтырда. Ақтырда. Молда той бақты ғой. Ақтырда. Сәшка. Атаң той ба. Билеп жүріп.